Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы жануарлардың бейімделуі. Бүгінгі сабақта кейбір жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу жолдарын сипаттайсыңдар. Біздің достарымыз Негеш пен Эврика жануарларды зерттейтін ғалымға қонаққа келеді. Ғалым балаларға бірнеше тапсырма беріпті. Негеш пен Эврика ғалымның берген тапсырмасын барлығымыз бірге орындайықшы деп өтініш білдіріп тұр. Қане балалар, ғалымның тапсырмасын дұрыс орындауға тырысыңдар. Сендер алдыңғы сабақта жануарлардың сан алуан екендігін, олардың бірнеше топқа бөлінетінін білген едіңдер. Өткен сабақтағы білімімізді пайдаланып, тапсырманы орындауға көмектесейік. Ол үшін мына суреттегі жануарларды топтастырыңдар. Балалар, біздің бүгінгі мақсатымыз кейбір жануарларды сипаттайтын болғандықтан, біз жануардың 4 тобын алып отырмыз. Олай болса, бірінші сүтқоректілер тобын анықтаңдар. Жарайсыңдар балалар, ат, қой, қасқыр, түлкі, сүтқоректілер. Енді бунақденелілерді анықтаңдар. Жарайсыңдар, шыбын, инелік, ара бунақденеліге жатады. Құстарды тауып көріңдер балалар. Тамаша, торғай, қаз, бүркіт құстар тобына жатады. Ал дельфин, кит, сазан балықтар тобына жатады. Жарайсыңдар балалар. Неше топқа бөлдіңдер? Иә, 4 топқа бөлдік. Ал жалпы жануарлардың 6 тобы бар екенін біз білеміз. Бүгін осы 4 топты ерекшелеп алдық. Балалар, ғалымның бірінші тапсырмасын ойдағыдай орындадыңдар. Жарайсыңдар. Ендігі тапсырмада ғалым бізге жұмбақ жасырып отыр. Қане, жұмбақтың жауабын тауып, оның шешімін дәлелдеп айтып көрейік. Жұмбақтың шешуін табу үшін алдымен құстардың тұмсығына назар аударайық. Бүркіт, тырна, кептердің тұмсығы бір-біріне ұқсай ма? Иә, балалар, олар бір-біріне ұқсамайды. Ал егер бүркіттің тұмсығы кептердікіндей, тырнаның тұмсығы бүркіттікіндей, кептердің тұмсығы тырнаныкіндей болса, қалай болар еді? Болжап көріңдерші. Иә, балалар, мысалы, бүркіттің тұмсығы кептердікіндей кішкентай болса, ол өзінің азығын аулап жей алмайды. Себебі кептердің тұмсығы кішкентай. Үлкен жануарларды ұстап жеуге шамасы жетпейді. Ал тырнаның тұмсығы бүркіттікіндей болса, онда тырна ұсақ жәндіктерді, өсімдік дәнін шоқып жеуге қиналатын еді. Ал кептердің тұмсығы тырнаныкіндей болса, онда кептер де қиналады. Себебі тырнаның тұмсығы кептер үшін тым ұзын болар еді. Және кептерге қолайсыздық туғызады. Тамаша балалар, сендер ғалымның берген жұмбағының да шешуін дұрыс таптыңдар. Олай болса, жұмбақтың шешуін бір қайталап өтейік. Сонымен құстың тұмсығын алмастырып қарауға болмайды. Себебі әр құстың тұмсығы өзіне жарасымды әрі қолайлы. Тіршілік ортасына ыңғайлы. Олар құстар тобына жатса да, тіршілік ету ортасы әртүрлі. Ендеше балалар, жануарлар өзі тіршілік ететін ортасына қарай бейімделеді. Мысалы, мына суреттегі жануарлардың бірі суда,
Енді бірі әуеде, келесі бірі жер бетінде, енді бірі жер астында да тіршілік ете алады. Мысалы, үй қояндары жер астында топ-топ болып тіршілік етеді. Тіршілік ортасына қарай олардың дене құрылысы, сыртқы бітімі, түр-түсі де әртүрлі болады. Мысалы, балықтар суда тіршілік етеді. Денесі суда тіршілік еткенге ыңғайлы, жып-жылтыр, желбезегі, жүзбе қанаттары бар. Жолбарыс, тиін, қоян жер бетінде жүреді. Ал үй қояны жер астында ін қазып, топ-топ болып тіршілік етеді. Құстар, жәндіктер әуеде қалықтап ұшалады. Әр жануардың өз қорегін тауып жеуі де әртүрлі балалар. Олай болса, бунақ денелілер, балықтар, қосмекенділер, бауыры мен жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер барлығы да тіршілік ортасына бейімделеді. Соның арқасында олар өзіне қажетті қорегін табады, әрі жауынан қорғана алады. Мысалы, көбелектер түрлі гүлдерге қонып, өсімдіктің шырынын жинайды. Солай өз қорегін табады. Ал егер оған төнген қауіпті байқайтын болса, мысалы, гүл шырынын жинап жүрген көбелекті торғай көріп қалды дейік. Енді ол көбелекті жегісі келіп, оған жақындай бастайды. Оны көбелек байқап, тура өзінің түсіне ұқсайтын гүлге барып жасырына қалады. Кейде торғай көбелек пен гүлді айыра алмайды. Сонда көбелек өз жауынан қорғанады. Ал торғай көбелекті таба алмай, ары қарай ұшып кетеді. Балалар, бүгінгі сабағымызды қаншалықты түсінгенімізді байқау мақсатында менің тіршілік мекенім ойынын ойнайық. Мына суреттегі жануарлар, балалар, өз тіршілік ортасынан шатасып қалыпты. Оларды жылдамдатып өз мекеніне орналастыруымыз қажет. Алдымен жер бетінде тіршілік ететін жануарларды анықтаңдар. Тамаша, балалар. Ат, қаз, піл, аю, үйрек, қой, түлкіні әкеліп орналастырдық. Жарайсыңдар. Енді суда тіршілік ететін жануарларды анықтайық. Жарайсыңдар, балалар. Акула, дельфин, сазан суда тіршілік етеді. Тамаша. Енді әуеде тіршілік ететін жануарларды тауып көріңдер. Өте дұрыс, балалар. Торғай, қарлығаш, ара, инелік, бүркіт әуеде қалықтап ұшып тіршілік етеді. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыздан не үйрендік екен? Сабағымызды қорытындылайық. Кейбір жануарлардың тіршілік ортасын анықтап, олардың бейімделу жолдарын сипаттап үйрендіңдер.